Абай облысында жеке үйден өрт шығып, 4 бала қаза тапты. Абай облысы Аягөз қаласында жеке үйден шыққан өрт салдарынан 4 бала қаза тапты, деп хабарлайды Астана телеарнасы, Азаттық рухына сілтеме жасап. Бұл туралы Абай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі мәлім етті. 2023 жылғы 25 қазанда сағат 10:49-да төтенше жағдайлар басқармасы күштер мен құралдарын жедел басқару орталығының пультіне Аягөз қаласының жеке үйлерінің бірінде түтін шыққандығы туралы сигнал келіп түсті. 6 адамнан тұратын құтқарушылар бригадасы дереу сол жерге кетті делінген хабарламада. Өрт сөндірушілер оқиға орнына келгеннен кейін бөлмелердің бірінде 20 шаршы метрде жиһаздар мен жеке заттары жанған анықталды. Өрт сағат 11:10-да оқшауланып, 11:24-те толық сөндірілді. Өрттің себебі анықталып жатыр. Өрт сағат 11:10-да оқшауланып, 11:24-ке дейін толық сөндірілді. Өрттің себебі анықталуда. Оқиға орнында 4 баланың денесі табылды. Өлімнің себебі анықталуда. Тиісті сараптама тағайындалып, полиция тергеу жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта отбасы мүшелеріне барлық қажетті көмек көрсетілуде делінген хабарламада. Абай Ньюс KZ телеграм арнасының жазуынша, 8 жасар егіздер мен олардың 3 және 2 жастағы інілері көмірқышқыл газынан уланып қайтыс болған. Балалардың әкесі жедел жәрдем жүргізушісі болып жұмыс істейтіні және оқиға кезінде жұмыста болғаны. Ал анасы базардан азық-түлік сатып алуға шыққаны хабарланды.